Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер және де менің сүйкімді подписчиктерім, қалайсыңдар? В общем, достар, бүгін біздерде өте керемет видеоролик. Достар, осы видеоның атауынан көргенде бүгін біздерде мен яғни ютубқа оралғаным жайлы барлығын осы видеода айтатын боламын. Ал ендеше біз видеомызға қарай кеттік. Ал енді достар, біздің өзіміздің керемет видеомызға оралатын болсақ, яғни достар, сен неге ютубтан жоғалып кеттің? Маған осындай сұрақтар көп келіп жатыр. Енді көп дегенде бір-екі бала жазады маған, неге көп видео шығармайсың, анау мынау көп жазады. Енді достар, осы сұраққа барлықтарыңызға жауап берейін деп жатырмын осы видеода. Сол себептен бұл видеоның аяғына дейін қараймыз. Так, енді достар, енді сіздерді көп сұрақтар, яғни мазалап жүрген сұрақтарыңыз, ол сен неге ютубтан көп көрінбей кеттің? В общем, сондай сұрақтар мазалап жүрген сіздерді. Кейбіреулеріңіз әрине барлықтарыңызды демей ақ қояйын, кейбіреулеріңізді, яғни менің шын подписчиктерім сөйтіп менен сұрап жатыр екен. Енді бұған менің жауабым, яғни достар, мен өзімнің жұмыстарыма байланысты осы ютубқа деген онша көңіл бөлмей кеттім. Сол себептен достар, сіздерден кешірім сұраймын. Енді достар, ютубқа барынша ораламын. Енді сіздер үшін, яғни өзім үшін де ютубқа оралуым тиіс. Енді сіздер керемет видеороликтер күтіп жүрсіздер, мен оны білем, бірақ та менің ондай достар, енді сіздер ойланып қараңыздаршы, менде 2000 жарым, яғни 2500 подписчик бар, ал оның менде қарайтыны 270 там сондай адам. Енді достар, менің қалағаным негізі ондай емес еді достар, менде актив керемет бола ма деп ойладым. Енді достар, менде ондай кереметте актив болмады, бірақ та достар, осындай қыл жаймен көтеріліп бастаймын. Енді басқа ютуберлерден құдайға шүкір деймін. Енді достар, осы видеода ютубқа көп видео салмай жүргенім, яғни онша желание болмай, сондай мотивация оянмай, қалай айтсам болады, аз просмотр деймін ба, аз просмотр болып, аз лайк, и потом достар, көбі отписка жасап жатыр, оны білем. Барлықтарыңыз отписка жасап жатқандарыңызға мен спонсорство алған болатынмын, одан бірақ колокольчик басып актив керемет бола ма десем, өкінішке орай достар, ондай керемет актив болмайды екен. Сол себептен сіздерге бір ақылымды айтайын, яғни ютуберлерге ақылым, ешқашанда спонсор алмауларыңыз керек. Яғни спонсор алсаңыздар да бірақ колокольчикті басыңыздар. Енді достар, кешірім сұраймын, енді мен басқаша видео болып кетті. Сол себептен достар, актив болмай, видео түсіруге желание болмай сөйтіп жүрдім. Енді достар, сіздерге барынша осы, яғни күнделікті видео түсіріп жүремін деген уәде беремін достар. Енді өзім үшін де және де сіздер үшін де күнде видео түсіріп жүремін. Енді достар, барлықтарыңа от души, яғни менің шын подписчиктерім, колокольчикті басқан подписчиктерім, барлықтарыңа от души, яғни менің каналыма тіркеліп, өздерінің керемет лайктарын басып, колокольчикті басып, сөйтіп активность танытып жүрген балдарға от души. Мен ондай подписчиктерді білемін. Яғни достар, мен бұрында да 500 алмаз ойнатқан болатынмын, яғни 500 алмаз ваучер, 1000 алмаз ойнатқан болатынмын. Ол кезде достар, менің түсінгенім, яғни достар, көптеріңіз, яғни алмаз сондай заттарға қызығатындарыңызды білем. Енді сол үшін жүр екенсіз менің, яғни подписчигім бұл, яғни қалай айтсам болады, енді сол алмаздар үшін жүр екенсіздер. Яғни кейбір подписчиктерім достар, ал кейбір подписчиктерім ондай алмазға қызықпайды да. Енді достар, көбі мен алмаз, яғни ваучер ойнатпай кеттім. Сол кезден бастап менде актив 0 болып бастады. Яғни мен ваучер ойнатам, актив өте керемет болады, ал мен ваучер ойнатпасам, актив вообще төмендеп кетеді. Енді достар, міне осы менің, яғни актив өте жай. Сол себептен мен видео түсіруге деген желание болмай сөйтіп түсірмей жүрдім. Енді достар, кешірім сұраймын, алдағы уақыттарда міндетті түрде сіздерге түсіретін боламын. Өте керемет видеолар түсіретін боламын. Алдағы уақытта күтіңіздер. Яғни алдағы уақытта артистка сен шыға ма, тайни магазин шыға ма, осылардың барлығын алдағы уақытта шығаратын боламын. Сол себептен міндетті түрде достар, қазір достым, осы экранның артында отырған досым, яғни сен, яғни колокольчикті басып қойың керексің. Өйткені менің арнамда керемет видеоролик болып шықса, сенің бірінші көруге мүмкіндігің өте көп болады. Сол себептен колокольчикті басамыз және де арнаға тіркелуді де ұмытпаймыз. Сіздерге от души, енді менің шынайы видео көріп жүрген подписчиктеріме от души неше рет айттым. Енді достар, осы видеоны ойда жоқта түсіре салғанмын. Енді достар,
кешірім сұраймын. Енді осы видеоға алдыңғы видеода 72 лайк от души барлықтарыңа. Енді достар, осы видеода мен сіздерге 75 лайк сұрағым келіп отыр. Осы саққа дейін көрген адамдар, яғни оны комментарға жазып кетеміз барлықтарыңа от души. Енді алды уақыттарда ваучер ойнатам, бірақ та достар, өзімнің олд подписчиктерім, яғни күнделікті актив танытып жүрген подписчиктеріме өзінің кереметте алмаздарын беретін боламын. Енді достар, алдағы уақытта оны да қарастырып жатырмыз. Міне достар, біздің осындай керемет видеомыз аяқталды деген ойдамын. Сіздерге осы видео ұнаса міндетті түрде арнаға тіркеліп өздеріңіздің кереметтей лайктарыңызды басыңыздар. Және де достар, бір айтарым, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар достар, өтініш сіздерден. Яғни ол көп қаралым маған да өте тамаша достар. Құлшынысымды арттырып, сондай өте тамаша болушы еді. Колокольчикті басқан адамдарға от души достар. Енді достар, міне осындай кереметті видеомыз аяқталды. Сіздерге осы видео ұнаса міндетті түрде арнаға тіркеліп өздеріңіздің кереметті лайктарыңызды басыңыздар. Сіздермен бірге болған мен әдеттегідей Казмастер. Ал ендеше давайте. I live inside my own world of